Көңілді күймен келдік ауылға, кәне шығыңдар достар далаға. Атымызға мінейік, жасыл жайлау көрейік, өлең айтып бәріміз көңілді балдырған. Көңілді балдырған, көңілді балдырған. Мәдижан, сиырларды ұзаққа айдап жібере ғой тездетіп. Одан соң Айзере екеуің бұзауды өріске жіберерсіңдер. Жарайды ата. Айзере, сен бұзаулардың қасында тұра тұр. Жарайды аға. Айтпақшы, мен ұмытып барады екенмін ғой. Айзере екеуің зерікпесін деп, бір шопаннан мына кітапты сұрап алып едім. Оқырсыңдар, алыңдар. Ал жақсы. Мен кеттім. Ана! Бұзау, аңырама. Анаң кешке келеді, ақ мамасын береді. Қызыл бұзау боздама, енең сенің жайылып мол уызбен келеді. Ақ бұзауым ақылды, көк шалғында той аттап, шауып ойнап жүреді. Сендер сәл күтіңдерші. Мен қазір ою досын дертіп келейін. Ою, достым, қайдасың? Тез жиналайық, бұзауды өріске айдаймыз. Қазір. Айзере оюды ертіп келуге кетті ме? Жарайды, қазір келетін шығар. Ертеде, ешкі жүні бөртеде, қырғау жүні қызыл екен, құйрық жүні ұзын екен. Қашыңдар! Бол, қашыңдар! Ой, ай. Тиме оларға! Ағатай, құтқарыңдар! Аға! Ағатай, құтқара көр! Мәди батыр, енді екеуміздің жанымыз бір. Қандай пәле болса да, бірдей көреміз. Менің мына сөздерім есіңде болсын. Біздің Айзере мен оюды биік таудың басында тұратын жалмауыз ұрлап әкетті. Құйын алып кетіп еді ғой.
Ол қырық айлалы, жалмауыз өзінің жемтігін қолына түсіру үшін түрлі айла қолданады. Бірақ біз күн батпай жетуіміз керек. Егер кешігетін болсақ, күн батқанда ол достарымызды жеп қояды. Аяулы менің қарындасым Айзере. Достым Ою, сендердің күйлерің не болып жатыр екен? Ашыдаңдар, мен құтқарам. Бүгіндікке менің қарным тоятын болды ғой. Айзере, бүткен жеріміз осы болды ғой. Ағам бізді құтқарады, көресің. Мәди қайда жүр екен? Тезірек келсе болар еді. Сендердің ағаларыңда менің азығым болады. Әуелеп ұшқан 6 қаз. Ағама менің айта бар. Жалмауыз бізді жемекші, жорғаны мініп келсінші, көмегін бізге берсінші. Құзаршыңның басында, қарындасың Айзере, ойы досың тағы бар, жалмауыз оны жемекші. Az қалды, кеш батсын. Достым Мәди, қазір алдымыздан тағы бір асу шығады. Одан ассақ алдымызда таудың шыңы. Ол жерде Айзере мен Оюды жалмауыз байлап ұстап отыр. 6 қаздың айтқан жері сол шың басы. Рахмет саған, жан жолдасым Жорғатай. Жортқанда жолдас болдың, адасқанда ақылшы болдың. Жетет, енді сендердің шаруаларыңды бітірейін онда. Ата, Мәди, көмектесіңдер. Ойбай! Жетет, болды басында ұрттыңдар. Онда біттім дей беріңдер. Менің қарындасым мен досымды босат. Мәди ағатай менің. Мәди мен Жорға тай құтқаруға келді. Алақай! Оңай босата салат деп ойлайсың ба? Алдымен менің сынағымнан өтесің. Мәди, егер сен оның сынағынан сүрінбей өтсең, ол тимей босата салат. Келістік, мен дайымын. Маған сен өтірік өлең айтып бер. Шын араласпайтын болсын. Айтсаңшы, бір өтірік айта сал. Ағатай сенің қолыңнан келеді. Жүк артып, инелікке ерте көштім. Шекелеп, сары майдан арқан естім.
Мұртына шегірткенің ат арқандап, дегенде өлдім талдым, әрең шештім. Міндім де қара қоңыз аяңдадым, салдыратып аяңына қоян алдым. Япырмай сол қоянның семізін ай, көтеріп қоңызыма қоя салдым. Инелікке жүк артып? Қара қоңызға міндім, шымай. Жә, жетер. Әлі сынақ біткен жоқ. Сен енді маған білгіш болсаң, Қазбайдың үш жақсы нәрсесін аташ. Қазбайдың үш нәрсесі? Жауап бере алмай қалсақ қайтеміз? Қазбайдың үш жақсы нәрсесі бар. Біреуі, піс қазаным піс десе, әртүрлі тамақ пісіп шығады. Енді біреуі, құс есегім құс десе, алтын құсады. Тағы бірі, ұр тоқпағым ұр десе, адамдарды ұра береді. Жақсы жөн екен. Онда мен достарымды босатып, кете берсем бола ма? Жоқ, әлі сұрағым бар. Керқұлатты Кендебай ертегісіндегі Кендебай Керқұлатына қалай кезігеді? Енді осы сұрағыма жауап бере алсаң бере ғой да, қарындасың мен досыңды алып кете бер. Ал жауабың жоқ болса, құр әуреленбе. Ағатай, құтқарш! Күндердің бір күні Кендебай аң аулап жүрсе, Қаратаудың бойында, терең құздың ойында, арыстандай көк жалбөрі бір буаз биені жаңа ғана жарып жегелі жатыр екен. Кендебай жүгіріп барып, көкжалды құйрығынан ұстап алып, бұлғап лақтырып кеп жіберді. Қасқыр арс етіп, аузын қисаңдатып, өліпті де қалыпты. Кендебай қасқырдың терісін сойып алып, биенің қасына келсе, бие жанталасып өлгелі жатыр екен. Кендебай алмасқан жармен биенің қарнын жарып жіберіп, құлынын суырып алыпты. Арыстай еркек құлын екен. Кендебай құлынды үйіне алып қайтыпты. Оны құланның сүтімен асырапты. Құлын сағат сайын емес, минут сайын өсіпті. 6 айдың ішінде 6 кез ат болып шығыпты. Аттың түсі Керғұла болыпты. Кендебай Керғұланы үйретіп мініп, түн қатып аң аулапты. Жә, жетер. Өзің қазақ ертегісін жақсы біледі екенсің. Қарындасың мен досыңды босатып ала бер. Ағатай! Алақай! Мәди! Ағатай, тұрсаңшы? Тұр деймін, Мәди, оянсаңшы енді. Көңілді күймен келдік ауылға, кәне шығыңдар достар далаға. Атымызға мінейік, жасыл жайлау көрейік, өлең айтып бәріміз көңілді балдырған. Көңілді балдырған.